Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дәметкен менің инстаграм парақшамның кішкентай оқырманына арналған видео рецепт. Осы рецепт бойынша сіздің құймақтарыңыз пышный, әдемі, керемет болып шығуына сенімдімін. Видео рецепт соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Жайтты айтып кетейін, айран және жұмыртқа бөлме температурасында болуы қажет. Егер де айран салқын болса, газдың бетінде немесе микроволновка арқылы жылытып алыңыз. Шай қасық тұз, қант салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Қалауыңыз бойынша ванилинді қосуыңызға болады. Содан соң ұнды електен өткізіп аламыз. Біздің масымыз осындай қою болып шығуы керек. Ең соңында соданы салып араластырып аламыз. Қызып тұрған табаға күнбағыс майымызды көп мөлшерімізде құйып, аз қасықтай салып қуыратын боламыз. Мінекей біздің құймақтарымыз дайын, ас болсын. Видео рецепт ұнаған болса, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәметкен.